Бәріңе ассалаумағалейкум, көшпенді жігіттер. Бүгін біз Қазақстан қорғаныс өнеркәсібінің ең қызық, әрі ең түсініксіз жобаларының бірі туралы сөйлесеміз. Тарлан реактивті зымыран кешені. 2007 жылы Қазақстан Израильмен бірге бір дивизион Найза реактивті зымыран кешенін өндіруге, құны $36 миллион. Қазіргі жылғы бағамен $58 миллион тең келісім жасалды. Келісім шарт аясында 2008-2009 жылдары Петропавл машина құрастыру зауытында 18 зымыран ұшыру қондырғысы, 18 оқтаушы көлік, 4 автоматтандырылған басқару пункті, 4 барлау және нұсқау кешендері, 1 метеостанция және 1 гермес дроннан құралған Найза дивизионы өндірілді. Найза кешені 122 мм-лік Град, 220 мм-лік Ураган, 306 мм-лік экстра зымырандарын қолдана алатын еді. Алайда 2009-2010 жылғы жемқорлық дауына байланысты Найза зымыран кешендері ауқымды спектр деген атпен ребрендинг жасады. 2016 жылы Израильдік экстра зымыран қолдана отырып атыс сынақтары өтті. 70 км қашықтықтағы нысана сол кезде бар жоғы 1 метр ауытқумен жойылды. Артынша 2018 жылы бұған Тарлан атауы берілді. Бейнеролик ұнап жатса лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Тарлан қандай болу керек? Тарлан зымыран кешені қарулы күштердегі 20 және 36 км қашықтыққа соғатын, 122 мм-лік Град және 220 мм-лік Ураган реактивті снарядтарын, Израильдік жоғары дәлдіктегі 306 және 370 мм-лік экстра және Predator Hawk зымырандарын қолданады. Біріншісінің атыс қашықтығы 150 км болса, соңғысы 300 км-ге дейін соғады. 2023 жылдың көктемінде Тарлан зымыран кешенінің бұрынғы КАМАЗ шассиінен Беларустік МЗКТ 6136-да 6 брондалған шассиіне ауысқан жаңа қондырғылары көзге түсті. Яғни, Тарланның бастапқы Найзадан айырмашылығы 300 км қашықтыққа дейін соғалатын жаңа Израильдік Predator Hawk зымыранын қолдан алу және әлсіз КАМАЗ 6350 шассиінің орнына жаңа, әлдеқайда жақсы Беларустік 6-да 6 шассиге ауысу. Сонымен қатар қарулы күштердің зымыран артиллериялық күштеріне арнап жобаланып жатқан автоматтандырылған атысты басқару жүйелеріне ие болу. Тарлан қазір қайда? Тарлан бұл қайта реставрацияланып, жаңғыртылып жатқан сонау 2008-2009 жылдары жеткізілген Найза дивизионы. Найзаның Израильдік түп нұсқасы Lynx өз кезегінде Әзірбайжан қарулы күштерінде сәтті әрі даңқты қызмет атқаруда. 2018 жылы бізбен бір уақытта Израильде өздерінің Lynxтеріне ребрендинг жасап Пульс деген атқа өзгертті. Қазір Пульсті, яғни Тарланның Израильдің егізін әлемде ондаған мемлекеттер сатып алуда. Олардың ішінде Германия, Дания, Нидерланды, Грекия, Үндістан сияқты елдер бар. Тарланның өзі өндірістен шыққан жоғары дәлдіктегі зымырандармен атыс сынақтарынан өткен. Әрі егіздері әлемнің түкпір-түкпіріне миллиардтаған долларға экспортталған сенімді өнім. Бірақ, неге біздің қарулы күштер бұны алуға асығар емес? Бірінші кезекте менің пайымдауымша, локализация мәселесі. Қазіргі уақытта қарулы күштер, қандайда бір шетелдік өндірушілерден заманауи техника сатып алғанда, соның Қазақстандағы лицензиялық өндірісін ұйымдастыру мәселесін алдыға қояды. Яғни бізге Тарланның шасси болатын, Беларустік МЗКТ көліктерін және Израильдік жоғары дәлдіктегі экстра Predator Hawk зымырандарын Қазақстанда өндіру қажет. Беларусь Республикасы ОДКБ аясында шектеулі лицензиялы өндіріске келісуі мүмкін, алайда Израиль өз зымырандарының лицензиясына бірнеше жүздеген миллиондаған доллар талап етеді. Ондай сумма жоқтың қасы. Екіншіден, бүгінгі таңда Тарланды өндіруі тиіс. Петропавл машина құрастыру зауыты үлкен дағдарыста. Квазимемлекеттік басқарудан нәтиже шықпаған соң, зауыттың халі мүшкіл. Тарлан өзі жақсы болса да сәтсіз уақытта, сәтсіз жағдайда қалғандықтан вакуумда қалып қойды. Оның болашағы не болмақ? Әйтсе де Тарланды көміп тастамауға болмайды. Не дегенмен ол бар әрі жұмыс жасап тұрған дүние. Ойдағыдай Қазақстанға жаппай жүздеген даналары өндірілмесе де, қолда бар дивизионды толыққанды жаңа МЗКТ шассилеріне ауыстырып, жоқ дегенде Израильден экстралар мен Predator Hawk'тардың жаңа партияларын алдыртып, қарулы күштердегі 12 дана БМ-30 Смерч кешендерін алмастыруға болады. Бұл үшін әрине, экстра зымырандастырысын қосымша 100 шақты данасын сатып алу керек. Әрбір экстра зымыраны $400 мың, яғни кемі $40 миллион қажет. БМ-30 Смерч зымырандары тек 70-90 шақырымға ұшады. Әрі нысанадан ауытқуы бірнеше жүздеген метр. Израильдік экстра
Олардан 2 есе қымбат болса да, 150 километр қашықтыққа дейін 10 метр ауытқу мен жоғары дәлдікте соққы жасайды. Қорытынды. Тарлан бұл Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібіндегі биік мақсаттың символы, идея деңгейінде керемет, отандық, алысқа соғатын, дәл навигациялы жүйе. Бірақ біз идея мен металдағы нақты өнімнің арасын ажыратуымыз керек. Егер біреуде Тарлан туралы расталған қосымша дерек болса, комментарийге жазыңдар, бірге талдайық. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.